Bu mening отбасым. Atam otamizni muhtarim. Otamizni tarixi öğretedi. Azim bizga ertaga o'qib beradi. Anam ne akam o'zini bari жасайды. Apkem babkarim qamqursin. Және singlim Aysa бар. Men atamı azemin tattısım. Akem yegitayım. Anasımdan navri kun. Отбасының адалдықты, махаббатты, мейірімдікті, үлкенде құрметтігі үйретеді. Матаның түсі қандай? Қызыл. Жарайсыз. Біз сандықтың үстінде жиі отырған көргені кім келгенде түсеміз? Қонақтар түсеміз. Әженің не бұл? Бұл диірмен деп аталады. Мынау не? Бұл тары. Тарыны мына диірменге саламыз осылай. Ей жаным сол. Диірменге салып, тарыдан міне ұнтақталып талқан шықты. Талқанды жақсы көресің ғой, е? Иә, әже, менде талқан ішіп көрейініз. Бұл талқаны ала қой қолыңа. Солай мы жейсің. Солай үйренесің. Ұмыт болған ұлттық тағамымыздың бірі үлпершек дайындаймыз. Жылқы еті сүрленген қазы. Бұрынғы ата-бабаларымыз жаңадан түскен керінді ененің жұмсақтығын білдіру үшін жүректен үлпершек дайындап береді. Айлин ине жіпті бере ғой. Сабақтап отыр ғой менің немерем. Есін сезіп тұрсың ба, Айлин? Иә. Айлин, кітап білімнің қазынасы. Кітапты оқысаң білімді боласың. Ал білім өмірде тек жақсылыққа жетелейді. Тарихи кітаптар, Абай жолы. Абай атамыздың өмір тарихын зерттеп, мұхтар әуезов жазған кітаптар. Бүгін қандай ертегі оқимыз? Айтшы, маймылдар мен шегірткелерді оқимыз ба? Иә. Ертеде маймылдар мен шегірткелер суы мол. Мен отбасында қатты дас көрем. Гүл салайын да. Салдың ба? Саған сурет салғанына батыр ма? Иә. Батыр ма? Мен отбасым бақытты отбасы.